Хайырлы акшамлар, студияда мен Алиме Мустафаева чалышам, күннің эсас вақайларақта тариф етмеге азырмыз. Көкте учқан шайнымыз. О, асылында шымды учқан, біздің земаневи қанатлы ракеталарымыздың темеліні қойған кішідір. Бұл ішіні о башлаған еді. Бұл оның ярарлығы. Февральның бірі Совет бірлігінің 2 дефа қараман Амедхан Султан Ильяк олған күндір. Acele алларда 112 номерасына телефон ачыңыз. Бүгін біз оны даими эксплуатацияға кірсетеміз. Отолу шекілде азыр. Шунun үшін бұл системаны Қырым сакинлеріне ве мұсафирлеріне қолануға теслим етеміз. Бір ватандаш 112 номерасыны алып, системаны ярдым көстермек үшін қолана біле. Телефонның хесабында пара олмаса, яда оның сим-картасы олмаса біле операторнен бағланмақ мүмкін. Ең яқшы бақылған район. Умумен бізге дүлберлік япачақлар, бөле дүлберлікті яшайжамыз деп түшінем. Акимет сізні дінлей ма? Елбет, дінлей бет. Бақчысарай районы фаал веменлікнен инкишаф ете. Кезлев мемуриетінің елбашчысы Роман Тиханчук оз істегі илейштен бошамақақта риза язды. Бұақта Сергей Аксенов іштимай ағлардаки сайфилерінде язды. Шер башы Қырым елбашчысы нен көрішкен сон бойле қарарға келді. Шер мемуриетінің іш штат режимде девам етежек, бұл вазифені вақтын жайда етежек мемур ярын тайленежек. Мемуриетнің түзіліші аңлашылды. Михаил Анатольевич Назаров Назирлер шурасындан куратор оларақ. Біз ярын тешкери меселелеріні музакере етерміз. Роман Георгиевичнің муавинлері анда бар. Олар вазифелеріне көре, елбашчы олмағанда оның еріне çalışмақ кереклер. Ярын кадрлар теркібі бойынша ершейіні ал етерміз. Зенадашларнен субет етерміз, не япылмақ кереклігіні бергілерміз. Бұндан да ғайры бүгін Қырым Жүмхуриетінің елбашчысы Сергей Аксенов жемат нақлиятның іші тешкіл етлігі бойынша іш көрішуына кечірді. Ярмаданың сәкінлері ве мұсафірлері график реет етілмегеніне шикайет етелер. Жүмхуриет елбашчысы ташыйчылардан белі қайделеріні реет етілігіні талап етті. Балалар ве еслі башлы адамлар 40-50 даққа кімерде есе 1,5 саат девамында беклегенлері мүмкін олмаған аллардыр. Шонын үшін ташыйчыларға ярдым етмеге азырым. Іч бір меселе yok. Детальлерні бір меселені огренмеге азырым. Амма біз бұл саада маршрутларда интизам артар ве біз не есе адамлар жемаат нақлиятының ішнен мемнун олажағына инішерміз. Тамам 51 ел евелсі Совет бірлігінің 2 дефа қараманы СССРде нам қазанған сынавжы учучу Амедхан Султан учувдан қайтмады. О 1971 сенесі февральның бірінде яңы реактив көчіріжі сыналған вақыт еляк олды. Ахмеджите бүгін ұлы учучының абидесіне чечеклер қойылды. Таких героев. Бойле қараманлар ве умумен қырымлылар пек чоқ. Ве біз бойле инсанларының қатырасыны анмақ керекміз. Олар біз барышықта яшамамыз үшін қолындан келгені қадар тұрыштылар ве бұл мұйымдыр. Бұл тарихны біз сақламақ ве кележек неселлерге огретмек керекміз. Тедбірлер бұтын Қырымда кече қараманның туфған ерінде Алупкада 30 ел евелсі açılған Амедхан Султанның музейінде уникаль экспозиция топланды. Оның умур yolu ве жетсеретлі ақында тариф ете. Тәсіл муэссеселерінде сынып саатлары ве Қырым татар учучының жесаретлеріне бағышланған дерслер кечірлі. Сегодня мы наблюдаем. Бүгін де біз көреміз ки, Улы Ватан женкі нәтижелеріні ве Совет халықлары умуми ғалибеге қошқан иселері бойынша малюматны яныдан бақув тырышувлары бар. Білесіз ме, бүгін бұл абиде айны шу ерде. Қырым пайтақтының Ахмеджит шайрының мерkezінде тұрғаны ғалибе бізім умуми олғаны ақында малюмат ташый. Учучылар вефат етмейлер, олар учалар ве қайтмайлар деп язды Қырым елбашчысы Сергей Аксенов іштимай ағлардаки ресми сайфелерінде. Амедхан Султанның умыры өз зенаатына керчектен мефтун олған. Ватаныны севген инсан не қадар юксеклікке, там манада, де көчме манада, көтеріле білгенінің ибретідір. Жесурлік, мертлік, бұйықтен-бұйық ираде күчінің ибретідір. Тамам бұлар халқымызның ең юксек кейфиетлерідір. Олар чешіт девірлерде ве эпысы несіллер үшін актуаль қала. Февральның бірі Совет бірлігінің 2 дефа қараманы белі учучы сынавжы Амедхан Султан Ильяк олған күндір. Ерте балалықтан о авиация илемер қыланайды. Жен греварінде 600 учарби учуға чықты, авада 150 уруш кечірді. Оларның девамында 30 учақны шақсен озу қырды ве группа теркібінде рақыпның 19 учағыны ұрып еқті.
Алупкада оның омур yoluna bağışlanған музей бар. Қараманның адынақ мечетеки аэроклуб ташый. Оның шерифіне соғақлар ве мейдан адыландырылды. Эфсаневи учужыға бағышланған бюстлер ве абиделер Қырымда ве Дағыстанда ерлештірілді. Окны севген ве тамам көкте еля қолған шайын ақында икейе левхамызда девам ете. Дағлар, Денис, тар соқақлар ве ескі Қырым татар евчеклері. Эфсаневи учучы Амитхан Султан тамам шу ерде доғды ве осып бұйыды. Алупкада олардың евлері Айпетри дағының еніш тарафында ерлеше еді. Олардан юксекче тек шайынлер яшай еді. В этом доме вырос Амитхан Султан. Бу евде Амитхан Султан дуньяға келді. Мында ойсты. Бу елчықлардан мектепке ве Айпетри тарафқа чапып кеті еді. Бу ерде 1936 сенеге же яшады. Ве айны шу елы Алупкада Қырым татар мектебіні бітірген сон о Ахмеждетке кете. Анда о демір yol оқув юртында оқуй ве 1938 сененің март айындан сон депода челенгер олып чалышты. Тамам шу вақытта 18 яшлы Амитхан көкнен мерақланып башлады. О Ахмеджеттегі аэроклубқа оқымаға кірді. Оны муафақиет еле бітіріп, Қайчы арби учучылар авиамектебінің курсанты олды. Анда ilk sefer арби қырыжы учақлары көрді, вепек тез сұратланды. Bin 1940 сененің март айында оқуыны бітірді ве учучыны Брянск шеріне yolладылар. Biraz вақыттан сон, оны 4-ші қырыжы авиаполққа кечірділер. Бу ерде кенже лейтенант Амитхан Султан Женкні қаршылады. Рақипнің 30 учағыны шақсен өзі йықты, да 19-ны группа теркебінде қырды. 600 уч арби учув ве муафақиет иле кечірілген таран. Улы ватан Женкі деверінде Амитхан Султан өз қараманлығы ве жесірлігі иле айрылған ас учучы намыны қазанды. Люди, подобные Амитхану Султану. Амитхан Султан кыбы инсанлар мені теренден айретте қалдыралар. Аңлайсыз ма? 1945 сене июньнің 29 күні гвардия майоры Амитхан Султанны 2-ші кере алтын йылдыз медалінен тақдирледілер. 25 яшыны да толдырмаған егит о Совет Бірлігінің 2 дефа қараманы олды. Женг біткен сон ас учучыларны Эпсын академияларға оқымаға yolладылар. Амитханны 1946 сененің февраль айында Москваға яқын Монина деген ердегі Арби Ава академиясына денлейджі оларақ қабыл еттілер. Келечек сене оны учув араштырма институтқа сынавжы учучы вазифесіне ішке алдылар. Он основатель, собственно. О аслында шымды учқан бізім земаневи қанатлы ракеталарымыздың темеліні қойған кішідір. Бұ ішіні о башлаған еді. Бұ оның ярарлығы. Чүнки Женкте қырыжы учучылар чоқ еді. Совет Бірлігінің қараманлары да чоқ еді. Тек авиацион мектептің мезумлары арасында, мен яңышмасам 350-ге яқын Совет Бірлігінің қараманы олды. Қысқа мүддет ішінде о мемлекетіміздің ең яқшы сынавчы учучыларından бірі олды. Вместо 3-й медали золотой. Üçüncü алтын йылдыз медали ерине Амитхан Султан 2-ші дәрежеде Сталин мукафатыны ве Қызыл байрақ орденіне наил олды. Сіз оны біздің витриналарымызда көре білесіз. Амитхан Султанның музейі Женюби ялы бойыны яраштырған ердір. Мында әршей оны жесаретлері ақта тариф ете. Архив весихалары, мектеплер, китаплар, шахси шейлер ве мукафатлар экскурсоводларының екейсіне қошма малюмат бере. Келечек сене біздің музейіміз ось 30 йылдығыны қайдетежек. Музей 1993 сене яратылған еді. Шымды сіз янартылған 4-ші экспозицияны көре білесіз. Мұнда учучының шахси шейлері, весиқалары Амитхан Султан ақында малюмат тақдим етілген. Мұнда келген адамлар арасында чоқысы ось туғанларыны ве яқынларыны тапалар. Фотоларда таныйлар. Бұл пек қиметледір. Амитхан Султан 1971 сене февральның бірінде Невбеттегі сынавлар вақытында эля қолды. Эфсаневи учучы көкке учып кетті, амма хатырасы ebediyen ерде қалды. Дауд Чахалов, Севиля Меметова, Айдеп Керимова, Азиз Немитулаев и Максим Голубев, Миллет Ичун, Алупка. Амитхан Султан хатырасына бағышланған тедбірлер бүгін Қырым татар тарихи медени мирас музейінде де өткерілді. Бұл ерде тәлебелер үшін ачық дерс кечірділер, музей хадимлері балаларға учучының омур yolu ве арби жесаретлері ақында тариф еттілер. Эфсаневи учучының Амитхан Султанның замандашлары оны адлаған кебі. Ава Арсланның образы тапо сақ олғанда Эфсанеге чевірілді. Бізім ағыр девірімізде о бойле бір бірлештіріci. Шу жүмледен яш несілні топлаған қочылмалы.
Бақчысарай районы инфраструктура инкишаф бойынша лидерлерден бірі олды. Регионда абаданлаштырылған азбарлар сайысы пек чоқ. Яңы стадион açılды, ветезден қаранлық соқақ қалмайжақ. Кой арзусы федераль тазминатлары вегерлі бюджет паралары сайысынде Қырым реаллігіне чеверле. Койды яшайшыне қадар яқшы олған ақында бізім Левхамас. Копека фра Фатисала исе курула. Молодежный деген соқақта учас бар мына более көрінішті олажақ. Амма абаданлашув проекты амелеге кечірілген сон. Ишлерні сакенлер өзлері белгілейлер. Акимиет исе олардың сөзлеріні дінлеп, кележекні құра. Бу мечбури талап ве біз өз теклифлерімізні мескен коммуналь ходжалық назерлігіне теслим еткен вақыт, олар енді евлерінің реберлерінен ұйғынлаштырылған олмалы. Шымдылық тек бойле дүлбер қарлы манзараға бақып зевк алмақ мүмкін. Терекні евнің фальджілері қалдырмаға қарар алдылар. Яқын ерде бала мейданы спортив сектор ве парковка пида ола. Азбар ве құмшы парк бір үсліпте олажақ. Умумен бізге дүлберлік япажақлар, бойле дүлберлікте яшайжамыз деп түшінем. Акимет сізні дінлеймі? Элбет, дінлей бет. Фатисала койының да бір меселесі. Бұл соқақлар ярықланмағаныдыр. Тезден бұл меселе чезілежек дейлер. Шымдылық ершек яғыта. Амма ишлер яқын арада башылажақ. Бақчысарай районы жематыгерлері абыдынлаштырылығы программасының лидерлерінден бірідір. Районда меселелер чезілуіне комплекс шекілді янашалар. Турмушды хрут изілген олса, гүнілге гленже керек ола. Вадейді 5000 адам яшай, 2 спортив мектеп чалыша. Кемерде ойынлар, аты қарлы асфальт үстінде кече. Менде мисал оларақ бұ ерде 2 группа, олар дюш баласында болуналар. Бір командада 3-4 адам нормаль чапқалайлар. 25 миллион рублеге құрылған чоқ функциональ спортив тарлададан яны чемпионлар чықар. Параларны Жымхурей спорт назірлігі айырды. Бұйық футбол тарласы, мини-футбол мейданы, волейбол, баскетбол мейданлары, бізде азбарлар тренажерлары, чапув елчығы бар. Кой аренасының қапылары вақыт ачық, атты геже ойнамақ мүмкін, чүнке чевресінде фенерлер асылы. Бұл құруджилық исе Хрущев діверіне айт, Бақчысарай районы Заланкой секендеріні еглендірмек керек. Бұл ерде ондан зияде түгерек чалыша, олардың әреберлерінден тізілген шура яны ергет көчівге азырлана. Тамират екінілмесіне аз қалды. Мына бұ ажайып одада шымдыки вақытта коллективіміздің дәрслері кечежек. Мен пек бегенем мында сыжақ, ярық, бұйық пенжерелер бізде бөле пенжере іч бір вақыт олмаған еді. 21 декабрь айының сонында ишлерінің бірінші басамағы екінленді. Олар федераль мақсадлы программа черчевесінде кечірілді. Биналарының бет тарафлары, дамлары, ички одалары толу шекілде тамир етілді. Ишлердің қалған қысымы ички косметика. Бұл енді региональ программаға кіре. Ондан да ғайры районда да бір sıra милли лехалар амелге кечірілі. Яқын бір қач ел içinde паралар инфраструктураға чевірілежек. Тек бұл сене ичтемі инкишафқа район бюджетінде 2 миллиард 700 миллион рубле назарда тұтыла. Сабина Денеева, Тарас Брезицкий, Саид Влеляев. Милет үшін Бақчысарай районы. Бүгін Қырымда желе қаршылық қызметінің екені 112 номері толу шекілде чалышы башлады. Ярмадада Верусенің дегер регионларында системаны тест режимінде тапы 2018 сенесі ішке қоштылар. О бір пенжере принцип бойынша тешкіл етілді. Бұл ал адамларының жанларыны құртармақ үшін қошма вақыт бере. 112 номерасы алып яқынлық қызметіне, полицияға әжелетті бей ярдымға газ ағының қазай қызметіне ве антитеррор қызметіне мұражат етмек мүмкін. Телефон бағы бедава қалған тәфсилатлар Левхамызда. Қаршылық карточкасы açılған вақыт біз қаза ақта әсас мәлуматны көреміз. Бұл ер әдісенің чешітіні ве оның тасверіні бұндан ғайры бағланған абонент ақында мәлумат. Наталья Махрина 112 қызметінің операторы оларақ чалыша. Чаналарға жауап бере ве шу ерге программ тәмеленув вастасынен ярдым йоллай. Мұнда бір әдесе әдеттен тыш ола стандартқа ұйғын дегіл. Кемереде тамам шу ерде ве шудақада қарар алмақ керек ола. Рухи қол тұтып көстерген вақытларда ола. Бізім штатымызда рухиятчы бар. Бұл ішнен оғыраша. Әжіле қаршылық қызметінің екене 112 номері бүгін Қырымда толу шекелде чалышып башлады. Невбетчілер сменасының 25 операты Ахмезжетте бағлар огренелген эсас меркезде ерлештілер. Телефонын есабында пара олмаса, яда оның сим-картасы олмаса біле операторден бағланмақ мүмкін. Бұнын бірге 101, 102, 103 ве 104 номерлері де ос ішіні девам етежек. 2021 сене система еле
якын 1 миллион мурачатны кабул этти. Эсас yönelişler bizde bu acile tibbi yardım, politsiya ve mesken kommunal hocalıktır. Kırımda muracatlar ogrenilüvi boyunca 2 merkez yaratıldı. Şimdi siz bulungan yer bu esas merkez. Ve rezerv merkez bar. Eğer teknik bir meseleler peyda olsa o çalışacak. Yarımadada ve Rusya'nın diğer regionlarında sistemanı test rejiminde tap 2018 senesi işe koştular. Cumhuriyete 112 numarası başından tek 67 çalıştı. Son yavaş-yavaş Kırım'ın diğer şehirlerine ve rayonlarına kirsetildi. Bugün biz onu daimi eksploatatsiyaga kirsetemiz. Otolu şekilde hazır. Şunun için bu sistemani Kırım sakinlerine ve musafirlerine kullanıvga teslim etemiz. Her bir vatandaş 112 numarasını alıp sistemani yardım göstermek için kullanabilir. Katel yakılgan vakit bizde patlaf oldu. Binanın bir kısmı yıkıldı. 112 numarasına kelgen yalan bağlan gerçekten muhtaçlarga yardım kösürüvüne keder etebilir. Bu ilyalarda atı cinayi mesuliyetlik var. Sabina Diniyeva, Sevilya Mimetova ve Aziz Nimetulayev. Millet için. Kırımda 2021 sene devamında yakın 2000 tonna kaşkaval istisal etildi. Bu bundan evvelki senege bakanda 20%ga ziyadedir. Hem küçük hem de büyük müesseseler böyle faallikni gösteriler. Böylece Yarımada'nın şimalindeki zavod katı ve yarı katı kaşkavallar kolemini arttıra. Tafsilatlar bizim Nebeti levhamızda. İnsan işi minimum derecede, avtomatizatsiya ise maksimum derecede. Bu zavodda 12.000 litre süt. Munda karışma hazırlana son ondan kaşkaval yapılacak. Mütehassıslar indi maya koştular. Şimdiki dakalarga lira degen şeyler aylana ve karışma karıştırıla. Maya er yerge yetkizili. Gelecekte ferment koşulacak ve bu karışma koyuracak. Bu jiryan kaşkaval pişirilivinde 4 saat kadar devam etti. Son mütehassıslar kaşkaval koyusunu şekillendireler ve kutularga yerleştireler. Her bir basamak yapısı, standartlar ve sanitar talaplar riayet etilivi ile keçe. Tek keyfiyetli, ekologik jetten temiz mahsular işletili. Bundan son tuzlanov 200 litr tuzlu su içinde kaşkaval adetince 2 sutka kadar tutula. Muddet kaşkaval tumalığının irligine bağlı. Kaşkaval tuzlu suda tutula. Mында tuz 18%-ны teşkil eti. Bunun birge eğer dikkat ayırgan olsanız, her şey avtomat şeklinde geçe. Adamların elleri bir şeyge tiymey. Fizika güçlerinin tuzlu sudan çıkarıla. Nevbeteki basamakta xadimler kaşkavalны konteynerге yerleştiriler. Sonra o bir sutka devamında kurutula. Her şey bir артından yapıla. Son kaşkaval pışıvı devam etken kameraga kelip yeti. Bu yerde en azdan bir ay buluna. Bu onun çeşitine bağlı. Parmezan misal olarak 8 ay pişi. Bundan son kaşkaval tomalağı taşıluf tarasına yerleştirili ve istimalcılar için 5 tahtalarga kelip yeti. Katı ve yarı katı kaşkavallar istisalı müessesede geçken sene devamında 14%ga arttı. Böyle imkan yanı Rasul baseyni kurulgan son peyda oldu. Munda 56 tonna mahsulat tutulabilir. Kolemler artuvının bir sırada kaşkaval çeşitleri de arta. Misal olarak yakında bu sıraga Jurjur adlı original kaşkaval koşuldu. Mahsulat 6 ay devamında çeşit derecede tutula. Müessese hem de içki ve koy sütünden yasalgan kaşkavallar istisalını arttırdı. İleride istisalını arttırmaga niyetlenemiz. Sırаны kengleştirmege isteyimiz. Şimdi biz tek yarı katlı kaşkavallar çeşitlerini değil de yumşak kaşkavallar nende çalışamız. Mozzarella, burrata ve camembert gibileri. Şimdi kaşkaval çeşitleri 30'dan ziyade ve bir kimse bunda to'xtalmay. Gerçekten de zavod birkaç kol tutup şeklini kullana. Böyle yönelişlerden biri iş semereligi artıluvu adlı proyekttir. Leyha zavodda sut istisalı bölügünde amelge geçirili. Bundan gayrı imtiyazlı kreditler programmasında iştirak etemiz. Ona göre zemanevi donatmalarını satın almak mümkün. Umumen geçken sene Kırımda 2 tonna kadar kaşkaval istisal etilgen edi. Bu bundan evvelki senege bakanda 20% ziyadedir. Sonki 5 yıl devamında devlet destegi sayesinde Yarımada'nın agrosanayi kompleksi ep көтеріле. Ayrı alda ayvan asıravıcılığı faal şekilde inkişaf eti. Koy hocalıkka destek boyunca devlet programması çerçevesinde bu sene subsidiya ayrıla. Bu süt işletken sanayi müesseseleri için tahminen 50 milyon ruble ayrıldı. Biz bu paralarını süt satın alınıvı masraflarına vereceğiz. Kırım mahsulatının üstünlüğü bu onun sırf olmasıdır ve bu bir kimse için sır değil. Esasen mahsulat Kırım'da satıla ama bizim kaşkaval pişiricilerimizin original mahsullarını diğer regionlarının ticari ağlarında da rast getirmek mümkün. Sabina Diniyeva, Alim Sidaliyev, Millet için, Cankoy.
Ребер олмақ видеоконтентның кейфиетіні ве малюма доғры олмасыны тешкермек. Бұлар эпосы миле телеканалында планлаштыру бөлігінің уйкен муариры эда еткен вазифелердір. Біздің коллективімізде оле хадимлер бар ки, оларның іші кадрда көрінмей, ама бұна бақмадан бұл мұйымы рөлдір. Сенатдашымыз Лилия Богодухованың икейесі біздің левқамызда. Лилия Богодухова телеканалда аман-аман оның темелі қойылғандан берлі чалыша. Саба яқын күнлерге яйынлав сеткасыны тізе. Эпысы проектлер эфирге чықмасы сон кисаниеге же сайыла. Бұл хаберлер чығышларындан анонсларға же ве программалар арасында көтерілген роликлер геже. Я не ожидала, что я стану Мен уйкен муарир олурым деп беклемеген едім, әлбет мен телеканалға келгенімде медиапланировщик едім. Ишімнің принциплеріні эп ойле қалдым. Тек месулиетлік артты меркези яйынлавнен телеканалның эфирінен бақ тұтам. Қошма оларақ радио Ватан седасы сайтынен оғрашамайым демеле телеканалның сайтына программаларны юклейім. Балалықтан Лилия милли ойынларымызнен оғрашты. Қырым-татар ансамблі теркібінде санада чықышларда болунды. Амма телевизион әлемі вақыт өзіне желп еткен бір сая еді. Никогда не думала, что Мені яшайыш телевидениеге кетірір деп түшінмеген едім. Бұл қадар мерақлы олғанны да білмейдім. Ве бұл ішні енді башлаганымда мен сан кәйлеге қошылғаны кібі олдым. Мұнда чалышмақны пек бегенем. Уйкен муаринын іші пек чоқ, ратланмаға вақыт пек аз қала. Бір программаны эфирге бермектен евел, ресімнің весесінің кейфиетіні, техник талапларға уйғын олмасыны тешкермек керек. Я знаю, что телезритель очень... Мен білем, телесерджіміз каналның яйынлавы чоқша Қырым-татар тілінде олмасыны істей, біз тырышамыз. Яйынлав сеткамызда Қырым-татар тілінде программаларны чоқша олмасы өзерінде чалышамыз. Елімізден келгенні қадар, серджі бұны істегенні беклегенні білеміз. Біз де бұл йөнеліште адымлаймыз. Лилия яқшы хадим олмақтан ғайры да екі баланың анасыдыр. Балаларны бақчадан яда мектептен алған сон вақыт тапып паркта кезінмеге, шенленмеге тырышам. Мұнашымды қар ойнамақ мүмкін, ава ажайып, ве бұна пек келішем. Қорантайнен кечірілген вақыт шейден қиметледір. Бұны менің умур арқадашым анлаймыз. Вақыт балаларнен бір ерлерге бармаға, асылында яшайшқа қуанмаға тырышамыз. Милли телеканалында чалышқан сенелер девамында бұл оның үшін екінші айле олып қалғаны ақында айта. Милет сіз үшін бұл недір? Милет үшін. Элбет бұл менім айлем, менім оз айлем олса біле ве оз қорантам элбет бірінші ердем. Менім ажайып ақайым екі евлядым бар, олар да Милет телеканалына сейір етмеге пек севелер. Милет деген қорантам есе бұл дайым 6 жылдан берлі девам етем. Эбет мен декрет тәтеліне кеткен едім, сон қайттым. Бұл желп еткен озыне чеккен бір иштір. Мында қайтмаға істейсін ве бұл әрекет сана күч берем. Телеканалда чалышмақ үшін хадимлер гонюл парчасыны қошалар. Бір хадим екене бір механизмның мұйым қысмыдыр. Біз сіз үшін чалышамыз, миллет үшін. Дауд Чахалов, Айда Абкеримова, Вязис Немитуллаев, миллет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер милет телеканалындан айрылманы сағлықнен қалыныз.